Сәлем достар, бүгін осындай ерекше дәмді пышный булочкамның рецептімен бөлісетін боламын сендермен. Бұл менің мамамның рецепті. Ең алдымен аламыз дрожжымызды жақсылап ашытып аламыз. 2 жұмыртқа қантпен бірге жақсылап араластырамыз. Осылай жақсылап араластырғаннан кейін ыстық сүтімізді құйып 2 стакан. Содан кейін ашыған дрожжымызды салып жақсылап араластырамыз. Одан кейін достар, сүйек майымызды осылай шамасында қосып, оны да жақсылап миксерлейміз. Маргаринімізді алып, газға қойып ертіп аламыз. Ертілген маргаринімізді қосып, жақсылап миксерлейміз достар. Ал ұнымызды аламыз достар, жақсылап ситадан өткізіп, басында миксерлеп, одан кейін қолымызбен жұмсақ қылып қамыр илейміз. Қамырымыз көтерілем дегенше, біз өзіміздің сүйікті булочкамызға жағатын бетіне әдемі болатын сондай затымызды дайындап аламыз. Ол үшін менде мак жоқ екен достар. Мак емес, қазір күшті затпен бөлісетін боламын. Ал достар, маргариніміз бен қантымызды аламыз да қолымызбен жақсылап еземіз. Одан кейін ұнымызды аламыз да, ұнымызбен қолымызбен жақсылап езіп дайын болғанша, осылай пупырышка болып шыққанша жақсылап еземіз достар. Булочкамыздың бетіне жағуға достар, бұл өте дәмді. Бұлай да жесеңіздер қатты дәмді болады. Булочкамызда ерекше дәмді болып, әдемі болып шығады. Ал достар, қамырымызда дайын екен. Оппана, жұмсақ болып көтеріліпті достар. Енді өзіміз қалағанынша жасаймыз. Әдемілеп начинка қоссаңыздар да болады, қоспасаңыздар болады. Менде мына жерде арахисовый пастам бар. Балдар жемейді, бірақ булочкамен жеп қойды достар. Содан кейін арахисовый паста қосып, осылай әдемілеп істесеңіздер болады, как рогалики сияқты. Жүрек істесеңіздер болады. Достар, әйтеуір әртүрлі өздеріңіз қалағанша істей берсеңіздер болады. Осы қамырымызды бәрін булочкамызды істеп болғаннан кейін тағы да бір 10 минутқа қойып қоямыз. Булочкамыз тағы да көтерілгенде содан кейін духовкаға бірақ саламыз.
Ал достар, менің булочкаларым дайын. Жұмыртқаны жақтым, бетіне анандай затымды да біреулерге қойдым. Күшті болады достар, жасап көріңіздер. Ал достар, булочкаларым да пісіп дайын болып шықты достар. Осылай жұмсақ болып, әдемілеп болып шықты, дәмді. Жасап көріңіздер. Видеом ұнаса лайк басыңыздар, подписка жасаңыздар достар. Всем пока-пока, удачи!